өмірлік миссияны қалай табады? Біздің заманымызда, дәл қазіргі кездерде кітаптарда, видеоларда, барлық жерде сен өзіңнің миссияңды табу керексің, миссия бұл маңызды деген сөздер көп айтылады. Бірақ миссияны қалай табу керек екенін көп айта қоймайды. Ал біз айтайық, біз бұны шешейік, біз бұны табайық достар. Ендеше бүгін біз дәл осы тақырыпты қозғаймыз. Бастамас бұрын міндетті түрде арнаны тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Оларды өміріндегі маңызды керек нәрсесін тапсын. Бұл қазақ профессор, болашақ мұғалім арнасы. Ендеше бастаймыз. Өмірлік миссияны қалай табады досым? Қара, өмірлік миссия сенің өмірінде трансформация болған жерден басталады. Яғни сенің трансформацияң қай жерде, сол жерден бастап сенің миссияң табылуына болады. Мысалы, өзімнің өмірінен мысалы көрсетейін. 2020 жылы мен саморазвитияны бастадым. Менің өмірім толыққанды 180 градусқа өзгерді. Осы сәтте менің былайша айтқанда ол кезде енді мен де білмедім миссия не нәрсе, миссияны қалай табатынын, жалпы менің миссиям не екенін білмедім. Бірақ сол кезде менің өмірімде трансформация болды. Менің өмірімнен трансформация жүзеге асты. Ең керемет жақсылыққа қарай өзгертілген трансформация болды. Демек, бұл менің миссиям. Сен де өмірінде әртүрлі трансформация болып мүмкін, тіпті жаман жағын алған өзінде, яғни жаман жақтан жақсы жаққа алған өзінде бір трансформация болуы мүмкін. Мысалға, сен бұрында вейпқа жақын болатынсың, құдай сақтасын. Бірақ, мысал, сен бұрында вейпқа жақын болатынсың электронды темекіге, кейін сен оны тастадың. Ал сенің жанындағылар тастай алмады. Демек, сенің бір миссия басқа жасөспірімдердің электронды темекі жоламауына, немесе олардың денсаулығына жақсы жаққа әсер етуіне, немесе жаман әсер тастауына деген сияқты әсер ету. Мысалы, тура осылай бір. Мінеки, егер де сенің өмірінде трансформация орын алса, сол трансформация сенің миссияна үлкен үлес қосады. Өзінің өмірінде қай жерде трансформация болды, сол жерде міндетті түрде қара. Тағы да бірнеше мысалдар келтіріп өтейік. Мысалы, сен өмірінде тренировка жасай бастадың, тұйнаққа тартыла бастадың, брусьяға тартыла бастадың, сен өмірінде трансформация бола бастады. Ендеше сенің миссияң адамдарға салауатты өмір сүруге көмектесу, немесе оларға керемет дене формасын жасауға көмектесу. Бұл сенің миссияң айналуы мүмкін досым. Ендеше осы бір керемет кеңесті есте сақтап ал, өзіңнің миссияңды тауып көр. Достар, видео пайдалы болса, бағана айтып өткендей, лайк басып кет, видеоны тарат, арнаға тіркел, және мені әлеуметтік желіме тіркеліп кет, ссылкасы описанияда. Ендеше досым, келесі видеоларда кездескенше.